Жамбыл облысында үздік салық төлеушілер мен үздік сыртқы экономикалық қызметтің үздік қатысушысы анықталды. Яғни түрлі салаларда еңбек етіп, салықты уақытылы төлеп, ел экономикасының дамуына үлес қосып жүрген кәсіпкерлер марапатталды. Бүгінгі таңда Жамбыл облысында өндірістің және ауыл шаруашылықтың түрлі саласында 16.376 заңды тұлға және 104.448 жеке кәсіпкер табыс тауып отыр. Олардың арасында жыл 12 ай мемлекетке салық төлеуден жалтармағандары жетерлік. Аталған бизнес өкілдерінің ішінен нәтижелі жұмыс істеп, өңір дамуына өзіндік үлес қосқан азаматтар 11 номинация бойынша марапатталды. Солардың бірі тауық өнімін шығаратын Әулие-Ата Феникс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үздік салық төлеуші номинациясын жеңіп алды. Қазіргі таңда білесіздер, мысалы мемлекетіміздің бюджеті мына салықтан құралады, және де осындай мерейтойлар жаңағы конкурстар болғанда салық төлеушілердің нелерім салық төлеу деген артады деп сенімдеміз. Жыл сайын болып жатқан бұл конкурс екен, өте қызықты болды. Біз республика тарапынан алдық, ең үздік салық төлеуші болып. Енді халқымыз аман, жеріміз тыныш болсын.